Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Енді біздің келесі сабағымыз. Алдыңғы екі сабақта біздер өз-өзін таныстырудан бастадық. Одан кейін сандарды. Енді біз Сауд Арабиясына умраға барған кезде немесе басқа да араб мемлекеттеріне, шығыс мемлекеттеріне сапар шеккен кезде қандай тілде сөйлеу керектігін өтетін боламыз. Енді келесі кезек бізде аэропорт. Енді аэропортта барамыз ғой. Пойыз жүрмейді, такси жүрмейді. Сондықтан аэропорттағы керек сөздерді, аэропортта сөйлеу керек болған сөздердің барлығын айтып, осы жерде қазір талқылаймыз, үйренеміз. Аэропорт деген жалпы мотор деп аталады. Мотор дейтін аэропорт. Фил мотор деген аэропорттың ішінде. Аэропорттың ішінде, әдемі аэропорттың ішінде немесе аэропортта деп те алсақ болады. Ең бірінші, сізден аэропортқа келген кезде түскеннен кейін ең алдымен стюардессамен қоштасасыздар. Thank you деп айтады. Енді ол жақта ағылшынша білсеңіз ағылшынша айта береді. Арабша жауап берсеңіз де болады да, приятный болсын. Массалама, шукран, рахмет сіздерге. Тағы да кіші фи аманилла, Алла тағаланың несінде болайық. Фи аманилла. Иә, Алла амандығын берсін деген сөз ғой. Фи аманилла. Ана саидун деп айтсаңыз да болады. Мен бақыттымын сіздермен ұшқаныма деген сияқты. Иттихад, Airplanes, немесе жаңағыдай Airways, Arabic деген сияқты енді білмеймін. Одан кейін түскеннен кейін автобусқа мініп бізде жаңағыдай неге әкелді аэропорттың ішіне. Аэропорттың ішіне кірген кездегі ең бірінші нәрсе ол бізде нені тексереді. Загранпаспорт тексереді. Ішіне кірдіңіздер, кірген кезде алдыңыздан полиция қызметкерлері күтіп алды. И сізден сұрайды. Осы жерде әңгімелесеміз. Енді амандасамыз бірінші ассаламу алейкум ислам. Одан кейін не сұрауы мүмкін сізден? Қайдан келдіңіз? Минайна анта қадим. Вот осы жерде. Қадимун бір жақтан келу. Мысалы, қадимун мен бір жақтан келдім деген сөз. Мысалы, әна қадимун мен Қазақстан. Мен Қазақстаннан келдім. Әна қадим мен. Қадим мен дейтін харфпен жүреді. Мен харф дейтін жаңағыдай жалғау, жұрнақ. Қадимун мен. Кеттік, осыған байланысты бір мысалдар қарар берейік. Мысалы, қадимун ба? Иә, қадимун. Қадим деп айтуға бола ма? Ана қадим деп айтуға болады, сүкон қылып. Кеттік, мысалы, әна қадим мен Ақтөбе. Мен әйна әнта қадим? Әна қадим мен Қызылорда. Машалла. Түсінікті ғой? Енді сізден сұрау мүмкін. Мысалы, умраға баратын болсаңыз, ортада Абу Даби немесе Джидда арқылы баратын болсаңыз, пересадкамен бір жаққа ұшасыз. Қайтадан Мединаға немесе жаңағыдай Джиддаға. Сол кезде иля айна әнта захиб деп сұрайды. Яғни қай жаққа баратсың енді? Мына жаққа келдің, жақсы Қазақстаннан келдің, қазақстандықсың. Енді қай жаққа баратсың деген кезде мынандай сұрақ қояды. Иля айна әнта захиб. Захиб деген? Захаба деген кетті деген мағына. Мысалы, ана азхабу мен кетіп барамын деген сөз. Захибту мен кеттім деген сөз. Енді осыдан захибун дейтін сөз айтсақ, мен кетіп бара жатырмын деген сөз болады. Тазхабу деп айтуға болады. Ана азхаб деп айтса болады. Жоқ, айна әнті захиб дедіңіз ғой? Иә. Сол кезде әнті тазхаб деп айтпай ма? Болады, айтуға болады. Айырмашылығы мынандай. Тазхаб ол етістік. Сен қайда бара жатырсың деген етістік. Ол айтуға болады. Бірақ ең дұрысы исм фаил деген нәрсе бар мен араб тілінде. Сол нәрсені қолданса жақсы да. Захиб деп айтсаңыз, зат есіммен мен не қарай бара жатырмын деген мағына береді да. Сондықтан мынандай болсын. Иля айна анта захиб. Ана захибун иля. Иля деген харфпен иля дейтін ту деген мағына. Арабша ту дейтін не бар ғой, жұрнақ турасында да. I'm going to America немесе Франция деген сияқты. Ана қадим мен келдім, енді захибун кетіп бара жатырмын. Тағы да мысалдар берейік, түсінікті болу үшін. Жалпы кез келген нәрсені түсіну үшін практикаға ғана жеткілікті. Ана қадимун мен Ақтөбе уа захибун иля Қызылорда. Сіз, мысалы, мен Қызылордадан келдім, бірақ Түркістанға бара жатырмын деп айтыңыз. Ана қадим мен Қызылорда уа ана захиб иля Түркістан. Аллаху акбар. Тура осындай. Түсінікті ғой? Енді аэропорттың ішінде былай деп айтамыз. Сізден сұрау мүмкін. Ассаламу алейкум рахматулла. Min ayna anta qadim? أنا قادم من كازاخستان. Қазақстан. إلى أين أنت ذاهب؟ قيتان. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب
إلى مدينة. مدينة منورة. مدينة ما منورة. شاء الله ما شاء الله. إلى العمرة. نعم. إلى العمرة. نعم. صراحة يعني زاد إنترنت سمين عمرة غما ديجن سكل. إلى العمرة. نعم. إذن أين جواز السفر؟ مني هو الشدة جواز السفر وال جاندي جاغرام باسبورتون زيتته جواز السفر سفر شيء جواز السفر. جواز деген السفر. сонда паспорт деген сөз бе жауаз деген? сапарға келген кезде рұқсат берілетін нәрселер деген сол жаңағыдай қағаздар немесе ол нәрсені білмей жатсаңыз өзіңіз сапар шегіп көрсеңіз ана жақтағылар егер нелер түсінбей жатса адамдар түсінбей жатса өздері ағылшынша айтады қате нәрсе беріп жатсаңыз мысалы документ емес анау мынау қарайды да виза деп ля виза деп сұрайды жауазу сафар документ то есть загранпаспорт айна жауазу сафар деп айтады сізге сіз міне деп неңізді береңіз бір нәрсені ұсынған кезде хазихи хия деп айтады هذه هي. хазихи хия бұл женский түрде айтады хаза хуа деп айтады немесе мужской түрде сондықтан хазихи хия дейтін міне мінекейіңіз деген сөз هذه هي. айна жауазу сафар هذه هي. أين قلمك؟ قلمك. 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 أين قلمك؟ هذه هي. هذه هي. бірақ қалам ер адамдікі сондықтан ер адамдікі деп қой ер тегінде тұр هذه هي ол женский هذا هو. هذا هو الله أكبر ол қалай женский род мужской род деген жақтан білемін сөздерді өте керемет сұрақ бір сөздің бұл әйел тегі бір сөз мына сөз ер тегі екенін қалай білеміз ең бірінші ажырататын айырмашылық бір сөздің соңында т марбута деп атайды т мен бітетін болса ол сөздің бәрі женский мысалы медрасатун женский род мистаратун женский род сабуратун женский род неге өйткені сөздің соңында т бар т марбутамен бітсе женский род түсінікті умра деген ол мужской род жоқ умра женский род өйткені умратун ғой иә умра деп айтылады оқыған кезде түсінікті тақия тақиятун болып біте ма ол да ол да онда женский род түсінікті ғой сол бір белгісі әшейін басқа да белгілер бар оның барлығы не қағида өткен кезде өтіп алады иншалла кеттік енді келдіңіз сізден сұрайды енді келгеннен кейін ортада бір промежуток болса пересадкаға мысалы сол кезде сұрауы мүмкін да қайда тұрасыз деп тұру орналасу қама юқиму деген етістіктен шығады ақама юқиму деген енді мен орналасамын деген сөз әна уқиму болады әнта туқиму вот түсінікті ма әнта туқиму әна уқиму мен мысалы осы жердегі жаңағыдай аэропорттың ішінде орналасам әна уқиму фил матар иә егер болмаса мен ағамның үйінде боламын ағамның үйіне орналасам мен жеңгемнің үйіне орналасам мен жаңағыдай сыртта боламын деген сияқты нәрселерді істей беруге болады бірақ негізгі мағынасы уқиму түсінікті ма гостиница деген қалай фондук أنا أقيم في الفندق أين أقيم في الفندق ما شاء الله إذن أهلا بك خوش келдіңіз деп айтады болды басқа ештеңе жоқ бізге білуіміз керек болған енді қазір мына бүгінгі өткен сабағымыз бар жаңа сөздермен бірге істелген сонымен қатар алдындағы өткен сабағымыздың барлығын қорытындылап мына біздің сабақтың ерекшелігі кішігірім алдыңғы өткен сабақтардың сөздерінің барлығын қорытындылап сөйлеп етістіктің бәрін қорытындылап бүгінгі сабақты аяқтаймыз иә екінші тағы да аэропортта қандай нәрселер болуы мүмкін өзіңіз білетіндей қазақша сұрақ қойыңыз мысалы қандай мынандай келуі мүмкін сол кезде не айтамын деген сияқты варианттардан нелерден аэропорттың ішінде әжетхана деген ғой әжетхана дәуратул мия болмаса не туалет деп айтсаңыз болады түсінеді туалет деп айтсаңыз түсінеді бірақ негізгі арабша версиясы дәуратул мия айна дәуратул мия дәуратул мия айна аллаху акбар сосын айтады сізге дәуратул мия хина немесе фи табиқ ал-ауал фи табиқ ал-thani екінші этаж бірінші этаж этаж табиқ түсінікті ма фи табиқ ал-thani екінші этаж табиқ ал-thalith үшінші этаж вот осы жерде тағы да үйреніп кетейік оң деген сөз бар мына оң жақ иә ямин оң жақ түсінікті ма ясар сол жақ ясар сол жақ
الدورة المياه في اليمينك. оң жағыңда. түсінікті ма? مثلا هاتف في يساري. Сол жағымда телефон. Иә. Ал деген бар, алдыңғы тарап әмәм. Әмәм дейтін, передо мной, то есть алдымда. Әмәм. Иә. Ад-дафтар әмәми. Әмәми дафтар немесе. Түсінікті ғой? Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі үйренген аэропорттағы сабағымыз осымен аяқталды. Жаттаған сөздеріңізді, алдыңғы өткен сабақтарыңыздың сөздерін алып, осылай практика жасап тұрыңыздар, сол кезде араб тілін сөйлеу деңгейін жетік білетін боласыздар иншалла. Келесі сабақта көріскенше. Мәссәләмә. Фи аманилла. Иля лиқа.